Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құмды пирог жасайтын боламыз. Яғни песочный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ерітілген сары майға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, мен араластырып алдым. Енді үстінен 2 жұмыртқа қосамыз. Енді қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, мен сары майды, қантты, жұмыртқаны араластырып алдым. Енді біз бұны бір шетке қоя тұрамыз. Құрғақ массаларымызды араластырамыз. Оның үстіне қопсытқыш және шым-шым ғана тұзды саламыз да жақсылап араластырамыз. Менің ұным електен өткізілген ұн. Енді біз оны сұйық массаның үстіне кішкенеден сала отырып қамыр елейміз. Мінекей достар, біздің қамыр дайын. Енді біз бұны осындай 2 бөлікке бөлеміз, бірақ бір бөлігі сәл үлкендеу, екінші бөлігі кішкентайлау болу керек. Енді біз бұны 30-40 минут тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Қамырдың үлкен бөлігін алып, формаға жайғастырамыз. Менің формамның диаметрі 22 сантиметр. Мінекей достар, қабырғаларына, сосын астына қамырды жақсылап жайғастырып алдық. Енді біз оның ішіне қалаған повидлаңызды саламыз. Ішіне кез келген повидла салуға болады. Мысалы, менікі алманың повидласы, рецебі менің каналымда бар. Енді біз оның бетіне бұлай қамырымызды чоркадан өткіземіз. Біздің повидланы жабу керек. Сонымен достар, біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Мінекей ортасы осындай. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.